Өте дәмді тефтели дайындаймыз. Бізге қажет фарш, күріш, пияз, жұмыртқа, қара бұрыш, тұз, басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, алақанымызбен домалақтап, ұнға араластырып, осылай дайындап аламыз. Қазанға майымызды құйып, тефтелиді жан-жақтарын қуырып аламыз, жақсылап қуырамыз. Барлығы қуырылып дайын болғанша біз құятын соғымызды дайындаймыз. Бізге қажет сарымсақ, теркадан өткіземіз барлығын. Бір ас қасық қант саламыз, дәмін келтіру үшін. Және бір ас қасық тұзымызды саламыз. Және бір немесе екі ас қасық томатный пастамызды саламыз. Мен барлығын көз мөлшерімен саламын. Барлығы еріп, жақсы араласу үшін біз суымызды құямыз. Жақсылап барлығын араластырып, қазанымыздағы тефтелиімізге осы соғымызды құямыз. Тамағымызды бір қайнатып аламыз да, астын жай отта 30-40 минутта пісіреміз. Бұл тефтели өте дәмді болады. Балалар мәз болып жеп алды. Астарыңыз дәмді болсын.